Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ракушка печеньясын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты, өте оңай рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Енді бірінші қамырын жасайтын боламыз. Қамыр жасайтын ыдысқа ұнды саламыз. Үстіне тоңазытқышта тұрған сары майды саламыз. Ванилинді қосып, қолымызбен жақсылап езіп араластырып, крошка жасап аламыз. Міне дәл осылай араласып кетуі керек. Енді қаймаққа ас содасын салып араластырып аламыз. Қаймақ кез келген пайыздағы дүкеннің қаймағы жарайды. Енді жаңағы араластырып алған крошканың үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз. Қаймақты саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр үйлеп алатын боламыз. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымыздан осындай ұзыншақ форма жасап, оны кішкене бөліктерге бөліп, қолымызбен осындай домалақтар жасап аламыз. Өлшемі жұмыртқадан кіші болған, дәл осындай видеодағыдай домалақтар жасап аламыз. Үстіні пакетпен орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Енді жаңағы жұмыртқаның ақуызын миксермен жақсылап көпіртіретін боламыз. Жақсылап ағарып, көпіріп шыққаннан кейін қантты аз-аздан салып, қатты қою крем болғанша көпіртіреміз. Біздің осы крем жасайтын ыдысымыз, миксеріміз құрғақ, таза болуы қажет. Егерде кішкене болса да су, не болмаса жұмыртқаның сарысы түсіп кететін болса, біздің беземіз жақсы көтерілмей қалады. Міне бізде дәл осындай өзінің формасын ұстайтын безе дайын болады. Жаңғақтарды майда бөліктерге бөліп, дәл осылай турап аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырларымызды алып, жайып аламыз. Жұқалап жаямыз. Оған аздап безе саламыз, үстіне жаңғақтан сеуіп, дәл видеодағыдай түйіп аламыз. Шеттерін жақсылап қысып, шаншқымен осылай басып шығамыз. Сонда біздің печеньямыз піскен кезде ашылып кетпейтін болады. Тағы да көрсетемін сіздерге. Міне дәл осылай жайып, безені салып, үстіне жаңғақ салып, тағы да түйіп аламыз. Шетін жақсылап қысып, шаншқымен басып шығамыз. Барлығыны пергамент салынған листке жайғастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 20-25 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньяларымыз пісіп шықты. Үсті кішкене ғана қызарып шығады дәл осылай. Енді оны ыстық кезінде үстіне қант ұнтағын себетін боламыз. Өте дәмді, әдемі, қамыры үгітіліп тұратын, дастарханыңыздың көркін ашып тұратын печеньяларымыз дайын болды. Балаларымыз өте ұнатып жейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан дәл осылай ұқсап шығатын болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.